өзбектер бірінші таймда, по крайней мере, қорқып ойнаған жоқ. Физикалық тұрғыда өзбек бауырларға қиын болды. Роналду Өзбекстанға салмаса кімге салады мына чемпионатта? Аргентина мен Португалия 1-4 финалында кездесуі мүмкін. Мен Португалия туралы мүлдем айтқым келмейді, Өзбекстан туралы айта бергім келеді. Өзбекстан осы чемпионаттағы енді топ ең төменгі деңгейдегі командалардың қатарына кіреді. Холланд алтын бутсыйды атады осы әлем чемпионатында. Не, фаворит па осы чемпионат мирға? Роналдудың гол соққаны қалады. Канавараның қателігі көп. Норвегия деген масқара олар. Өзбекстанмен бастау бізде дәстүрге айналып кетті. Әр шығарылымның астын қарасаңыздар, комменттердің барлығы біздің өзбек ағайындар, сол кісілердің арқасында қаралым жинап, біз сарапшы, диван сарапшылары атанып отырмыз, төртеуміз. Енді біз тоқтамай әрі қарай жалғастырамыз деп шештік. Кеше ғана Португалия мен Өзбекстан ойынын көрдіңіздер ғой, Көрдік. Не айтасыздар? Тіпті Аманбол өзін есепті дәл таптың, иә? Дәл таптың. Жазған жоқ қой бізге. Ол мен де үйтіп айта салатын едім. Бірақ сен 2-1 деп айттың ғой. 2-1 дедім я, бірақ. Реально дәл солай ойладым ше. Еще біз ана дастарханда достармен көп адам отыр едік. Басталған кезде айттым, мынау 5-0-мен аяқталатын ойын деп. 4-0-мен бітіп жатты да. Сосын что-то бір өтірікші адам сияқты. Сен 4-0 болған кезде айттың ба? Жоқ. Жоқ, басынан айттым, 4-0 болып жатқан кезде как будто осымен аяқталатын сияқты болды. Ляо салған кезде өзімді өте данышпан адам сезіндім. Бәрінен сұрап шықтым, есіңде ғой мен айтқаным, есіңде ғой деген сөзді ше. Өзбекстанда ойында өзгерістер болған. 3 ойыншы қателеспесем өткендегі ойыннан басқа тағы да 3 ойыншыға өзгеріс жасап, Португалияға қарсы шықты. Жалпы ойыны туралы болғаннан бұрын, айтпақшы, анда 2008 жылы қателеспесем Роналду Өзбекстанға барған, білесіздер ма? Фотосын көргенсіздер. Сондағы түлектермен академияда түскен фотолар бар. Сол кезде Өзбекстан құрамасындағы ең қазіргі құрамда ойнап жүрген 2 ойыншы, сол Роналдудың қасында түскен фотолар бар екен. Сол 17 жылдан кейін Роналду мен жаңағы 2 бала, Ашурматов пен Хамрабековтың фотолары бар, кәдімгідей көрініп тұр өзде. Сол кездегі ойындардан ба? Иә, 17 жыл өткен, содан кейін ойнады. Екеуі де жай ойнады осы матчта. Жоқ, не деген тағдыр деймін да, тағдыр осылай айналдырып кеп, сонда әлем чемпионаты, оған қоса Роналдудың соңғы әлем чемпионаты деуге болады. Және Өзбекстанның алғашқы әлем чемпионаты. Сол фактпен жай бөліскім келді. Енді жалпы ойын туралы, кешегі ойын туралы қалай ойлайсыңдар? Өзбекстанның ойыны қандай, өткен ойындағы не дейміз енді, Конгоны жеңе алмаған Португалия қандай көңіл күймен кешегі ойынға келді? Жалпы не күттіңдер кешегі ойыннан? Негізі по делу ма? Сөйтіп ойлайсыңдар ма? 5-0? Иә, өйткені мысалы Португалияда алдыңғы ойында 1-1 тең түскеннен кейін оларға 3 ұпай алу өте маңызды болды. Сол үшін бірнеше өзгерістер жасады Мартинес. Яғни ол Бернардо Силваның орнына Феликс шығарды. Және орталық қорғаушы Рубен Диашты шығарды Инкасияның орнына. Бұл және кішкене ойын сәл өзгерген сияқты Конгоға қарағанда. Допты мысалы Роналду сәл артқа көбірек қайтып, ойыншылармен араласып, пас алмасып, және флангқа қатты көңіл бөлді ғой деймін осы ойында. Соның көмегімен осындай нәтиже шықты деп ойлаймын. Маған бір ұнағаны сол матчтың өзбектер бірінші таймда, по крайней мере, қорқып ойнаған жоқты. Олар тоже атаковали, по крайней мере, пытались, у них 3 нападающих же было. Файзулаев, Шамуродов и тағы біреу. Ғаниев. Үшеу жүгірді ғой, негізі бірінші таймда. Екінші таймда шаршап қалды енді. Бірақ прессинг болды. Пару раз вратарь даже выбивал мяч, поэтому анандай Португалияда выбивать етпейді ғой мячты. Витинья бар командада выбивать етпейді ғой. Өзбекстан сосын өте төменгі блокпен бастады ойынды. Өздерін бірден жатып алды да, андай қақпаға қарай жақын. Өткен ойында Конго мен Португалия ойнағанда дәл сондай сценарий болды, бірақ Конго кішкене жоғарырақ ойнады, орталық шабуылшыларды шабуылдауға кедергі жасады конголықтар. Өзбекстан жай ғана қақпаға барды былай. Автобус қойды. Болды. Физикалық тұрғыда өзбек бауырларға қиын болды, өйткені олар мен өзім білдім, примерно бір тайм ғана шыдап беретін шығар Өзбекстанның қазір прессинг қатты бастап кетті деген сияқты.
бірінші тайм шыдап береді, екінші таймнан болды уже шашылады деп ойладым. Уже ойыннан көрініп тұрды, түрлерінен көрініп тұрды, психологиялық, физикалық жағынан. Португалия, жалпы Еуропа қандай деңгейде екені аз емес. Роналдудың голевойын көрдіңдер ма? көрдік. Ол санала ма? аурамен ба? Аурамен, Иә. опытпен берген. Лаура дейді оны. Мысалы тағы бір анау не болды ғой? Екінші таймда ма штрафной болды ғой? Онда И Бруно немесе- екеуі разыграть етіп жібергенде ешкім күтпеді ғой. Тоже Жоқ, бұл білесің әдемі ба, ол гол не болып үшін ондай болған? Португалияның бас бапкерлерінің құрамында Астон Вилланың Эмеридің көмекшісі қазір екі жұмысты істеп жатыр. Біреуі Астон Виллада, екіншісі осы Португалияда бапкер ретінде стандарттарға жауап береді. Консультант. Сол үшін де кешегі ойында 2 гол стандарттан болды, оған қоса жаңағы Роналду мен Бруноның стандарты енді шынымен де андай. Анау гол болса қызық болатын еді. Анау Өте Роналду әдемі бүйтіп болды. ақырын жай былай кетіп жатыр, ештеңе болмаған сияқты. И жүгіре ма? И бір моментте резко былай кіріп келген кезде Ондай розыгрыш бұрын бірақ ана Бавария жерде істесе қатты де. ауыр жарақат алушы еді, егер андай аяғына кіріп кеткенде. Ол кезде Кішкене ғана қалды. вратарь молодец, по идее. Сразу Иә. шықты ғой, Иә. сразу түсініп қойған Түсініп сияқты қойды, ол. Бірақ өзінің автоголында түсінбей қалды да. Ну, ол жерде былай өрескел қателік деп те айту қиын, өйткені ойыншылар, қорғаушылар бәрі бір-біріне тығыз орналасты. Өте ыңғайсыз жерден, сосын Хусановқа тиіп кетті. Сонда Хусановқа есептеді Сол ғой. бұрыштаманы да атап өтуге болады. Негізі стандарт өте қызық болды негізі. Мен ондай стандарт көрген жоқпын. Бұрын екінші вот такие забросы раньше Бавария делала, по идее. Не, там Мюллер не был киім их запрос, болған, а именно олар істейтін. низом жіберді да углда. Жоқ, вот который как Роналду бил, так всё, Нидерланды так делала Да, да. против Аргентины на прошлом чемпионате. Чуть Вегор салды, да, Иә, иә. А этот забросами так Бавария раньше штрафные пробивала. Мендештің голында сендер Мендештің тебетін біліп отырдыңдар ма негізі? Штрафной Ол кезінде. тек қана Роналду білген, по-моему. Роналду. Мендештің өзі білмеген ол кезде. Түр жасап ала ма, шегініп, ана қолын бірдеңе қылып шанды. Еще недовольны трусить вообще. Иә. Мысалы, Иә. осы ойыннан бұрын барлығы Роналду командаға ойнамайды, эгоист, пас бермейді деп көп айтып еді. Ал кешегі ойында ол өзінің командный ойыншы екенін дәлелдеді. Енді анандай Екі голдан хейттен кейін кейін Командный ойыншы екенін дәлелдеген жоқ ол. Ол просто 2 голдан кейін уже кішкене настроениесі пайда болды. Мартинестің қалай қуанғанын көрдіңдер ма? Роналду гол голына, салып мәз Ол болды. чисто Роналду үшін қуанған сияқты. Енді Роналду Өзбекстанға салмаса кімге салады мына чемпионатты? Сөйтіп Конго туралы ойлады ғой сөйтіп елдер. Енді шындап келетін болсақ, Өзбекстан осы чемпионаттағы енді топ ең төменгі деңгейдегі командалардың қатарына кіреді. Бұған салмаған Роналдуды кімге салады болды? Менің ойымша Роналдудың гол салған енді осымен болып қалды, уже басқа салатын команда жоқ Роналду. Ол Колумбияға қарсы дәл мындай деңгейдегі ойын көрсете алмайды, потому что Колумбия өзбектер сияқты Роналдуды еркелетпейді деп ойлаймын. Дәл осылай ашық қалдырып жаңағы сияқты. Бүгін Колумбия ұтты Конгоны. Ойын өте андай бір қақпаға болды деп айта аламын, өйткені Колумбия өте мықты болды, мүмкіндік бермеді. Енді келесі Португалия Колумбия ойында негізі Португалия жеңеді деп олай айтуға болмайды деп ойлаймын, өйткені бұл жерде қазір екі команда арасында кім мықты екені әлі белгісіз. Бұл жерде әртүрлі жағдай күтсек болады. Ал Португалияға негізі Колумбиямен ойында ол жеңіс керек. Негізі, иә? Бірінші орынмен шығу үшін жеңіс керек. Сеткаға түсу үшін, сәл оңайырақ сеткаға түсу үшін деген сияқты. Екінші сеткада Англия, қазір на данный момент Англия, Аргентина екеуі ғана, иә? Дәл қазіргі ситуацияда сол екеуі тұр. Енді Португалия соған тырысатын шығар. Енді сендер Өзбекстанмен ойын нағып Роналдуды мақтамай жатсыңдар. Нағып сендер андай маған мақтап қойдық қой, нормально. Мен Португалия туралы мүлдем айтқым келмейді, Өзбекстан туралы айта бергім келеді. Қарауым көп жинау үшін. Маған ұнағаннан бұрын Өзбекстанда мен ойымша мысалы Канавараның қателігі көп жерде көп қателік жасады деп ойлаймын. Оған қоса Канавара менің ақпаратым бойынша 4 миллион евро ма, 4 миллион доллар ма сондай қаражат алады екен. Ол орталық азиялық команда үшін анандай білмеймін, андай ақша алғаннан кейін басқаша бір ойын көрсету керек пе еді.
мысалға алдыңғы ойындағы Конгоның ойынын қарап Португалиямен ойнаған ойында дәл сондай мүмкін тактиканы қолдануға болар ма еді деген сияқты. Әйтеуір кішкене анализ жасап сөйтіп шығу керек бе деп сразу ойладым да. көшіріп алып па? Дәл Колумбияда қалай ойнады, дәл сол ойынды көрдім да. Ешқандай не жоқ, Шамурудовқа лақтырады. Жалғыз Шамурудов қана менің ойымша лайық болды анау кешегі ойында. Кешегі ойында Хусановта да аса қатты ойын жүрмеді мысалы. Көп жерде қателіктер линиядан шығарып алды. Файзуллаев та былай жақсы ойнады. Файзуллаев та жақсы ойнады. Бірақ енді сонда да жетпейді да оның өзі. Әрине бұл жерде енді. Ну енді давайте мынау туралы айтсақ, Өзбекстанның енді бұл чемпионаттан ұшатыны, енді примерно топтық кезеңнен шықпайтыны түсінікті нәрсе. Қандай плюс бар? Өзбекстан осы әлем чемпионатына не отты? Позитив жағынан қарайтын болсақ. Опять опыт қой. Опыт жарайды. Тағы не бар? Біз Өзбекстан еліне қандай мақтанышпен қайтады? Біз осы чемпионатқа қатысқанымыз бізге қандай не дейді? Плюс болды деп ойлайды. Енді көп жағдайда тәжірибе ғой енді шынымен де. Иә. Өйткені бір әлем чемпионатынан кейін қысым кетеді да олардан. Келесі әлем чемпионатында онда басқаша ойнайды. Кешегі ойында мысалы сен өткенгі шығарылымда айтқандай, шынымен де андай жауапкершілік бар сияқты, сондай бір ауыр жүкпен шығады да жігіттер. Ешқандай бір нелері жоқ, андай өздеріне бір қолына алып бір ойынды алға жылжитын бір осындай бір нәрселер істеуді ойлаған да жоқ та. И мен ойымша, мен қызық айтайын, үшінші ойынды осы Өзбекстан жеңіп кете ма деген ой бар да. Конгоны ма? Иә. Өйткені қысым болмайды да. Ойын көрсетеді кәдімгідей. Қысым осы жерде Мен ойымша тең ойын болады, немесе Өзбекстан жеңіп кетуі де мүмкін сол ойында. Үшінші орынмен шығып кетуге мүмкіндік жоқ па Өзбекстан? Вообще жоқ. Негізі Екі основнойды ұмытып қалды. Өте қиын болды, өйткені гол айырмасы бойынша кеше 5 гол жерде, содан кейін қиын. Оларға шығу үшін бір кем дегенде көп гол салу керек, иә, разницаны неше жақын. Үшінші орыннан топ 8 команда шығады. Олар енді 4 ұпай жинағандар болуы мүмкін. Ал Өзбекстанда 3 қана ұпай болады, егер ұтып жатса. Өзбекстаннан топтық кезеңнен шығу дегенді қазақтар күтпесе, басқа ешкім күтпеген де сияқты жалпы. Ол ана позитивті көңіл күймен қараған кездегі бір жанашырлықпен шығып қалады-ау деп бәрі бүйтіп ойлаған шығар. Ал шындап көзқараспен қарайтын болсаң, бәрі басынан білді деп ойлаймын, топтық кезеңнен шығу ықтималдығының өте төмен екенін деген сияқты. Жаңа плюсына байланысты мен өзімнің ойым инфрақұрылым деген дүние ше, футболдық. Мемлекеттегі футболдың дамуына бұлардың әшейін сол жаққа барып әшейін деп айтпай қойықшы, еңбекпен барған, иә. Өзбекстанның әлем чемпионатына ойнауы елдегі футболдың дамуына өте қатты әсер етеді. Бұл жердегі стадиондардың салынуы, академиялардың соғылуы, сонымен қатар қазіргі барып келген ойыншылардың ішінде өте жас ойыншылар көп Өзбекстанда. Солардың Европаға жолдама алу ықтималдығы жоғары. Осы ойындарда өздерін көрсете алса. Мысалы, көрсете алса дегенде Файзуллаевтың өзі енді Түркияда ойнап жатыр, бірақ одан да жақсы жерге баруға күші жетеді. Және оның ойынның стилі де, таланты да жеткілікті екені көрініп тұр. Иә, келісем, сол мен ойымша сол Өзбекстанға осы әлем чемпионатының инвестиция қатты құйылады футболға. Және одан әрі дами береді. Сол үшін мен өзбектерге, жалпы өзбек халқына сәттілік тілеймін болашақта. Келесі әлем чемпионатының шығыңыздар, бізді ойлайды ойдым андай, көре алмайды деп, андай Қазақстанмен салыстырып жатады, астында комментарий оқысам, бірақ біз басқаша жол таңдадық қой. Біз егер Өзбекстан сияқты шығу керек деген сияқты болатын болса, біз Азияда ойнайтын едік, скорее всего. Біздің даму жолымыз, біздің бастапқы жоспарымыз басқаша болды. Жоқ, олар бізді ойлайды андай, типа сендер бізді жоғарыдан көріп тұрсыңдар деген сияқты. Сондай бір андай бір кішкене басқаша бір ренжтері бар да. Біздің әңгімемізде сондайға келетін шығар, мүмкін. Көре алмайтынымыз көзімізден көрініп тұр ма? Иә, мүмкін шынымен де келетін шығар. Енді бізде шынымен көре алмаймын, өйткені мен де қалаймын Қазақстанның әлем чемпионатын ойнағанын. Әрине. Бәрімізде де мен де Америкаға барып 2 миллионға билет алып, сол жақта отырып кәдімгі. Олар плов жесе барып бешбармақ жегін келе ма? Дискотекаларын көрдіңіздер ма? Иә, өзбектің батырларын көрдің ба? Атқа мініп алып. Америкада ма? Америкада солай жүр. Мен де солай жүргім келеді, атқа мініп, батырдың киімін киіп, өзбектер сияқты. Сол жақта шыққым келеді. Давайте Роналдуды айтып жатырмыз, иә. Кешегі ойындағы енді Роналдудың 2 голы шыны керек гол болды бәрімізге. Мысалы, мен енді Португалияға жанкүйер емеспін, Роналдуға жанкүйер емеспін, бірақ футболды көретін адам ретінде бір Роналдудың гол соққанын қаладым, шыны керек ше. Менің ойымша бәрі қалаған сияқты. Ол анау осыншалықты деңгейде хитке лайық емес адам Роналду, если честно өйтіп қарайтын болсаң. Сенен естідім ана. Жоқ, футбол жанкүйер ретінде айтып жатырмын да, футбол жанкүйер ретінде. Реально ол сәл бір футболда да әділеттілік көзқараспен қарау керек қой. Сондай ұлы деңгейдегі адамның енді осынша жасқа келіп ойнап жатуы, сборныйын бастап келуінің өзі үлкен жетістік.
бір гол салса екен деген ой болды да. Мен бір салса бір, ну, хотя бы хейт. Ну, честно говоря, там больше 2 мячей можно было забивать, по идее. Португалия Минимум моменттер болды. ойнақта, хотя бы 4-еу кету керек еді. Жоқ, ол артық болып кетеді, Роналдуға жетеді ол. Қамшылатып сәл Роналду гол салғаннан бұрын Роналду 6 әлем чемпионатында гол соққан ойыншы ретінде тарихта ондай адам жоқ. Ол осымен бір рекорд жаңартты, екінші рекорды ол Эйсебио, Португалияның ең үздік бомбардирінің рекордын бұзды әлем чемпионатында 10 голмен. Енді келесі әлем чемпионатына қатысса таяқпен кеп кетті шығар, арбамен ба бір бәлемен шығды. Играющий тренер соңғы 5 минутқа Месси тағы қатысам дейді ғой. Жоқ, Месси қатыса алады, ол одан 2 жас кіші ғой. Месси тағы қатысам деді ғой. Нормально, қазір жоқ, енді біз қазір бүйтіп айтамыз да, соңғы легендалардың ойыны деп, бірақ Месси әлі бір әлем чемпионатына қатысады. Қатыспайды. Кеше қатысам жоқ, ол әшейін. Осы әлем чемпионаты соңғы деп ойлаймын. Эйфориямен келіп айтып қойған шығар, байқамайша. Болды олар қазір. Енді Роналдуды айтып жатырмыз. Енді давайте Мессиға өтейік, Аргентинаның ойына өтейік. Кешегі жасаған дубль туралы айтайық. Ең бір қызық дүние, Аргентинаның бүкіл 5 гол болса, 5-інде Месси соқты. Ол неге байланысты деп ойлайсыңдар? Жоқ, команданың бәрі Месси гол салсын. Лаутаро не істеп жүр жанында. Альварес шығады, ол не істеп жүреді? Ол обслуживающий персонал ғой. Керісінше анау шабуылшылар меніңше қорқа ма? Жоқ, қорқаннан бұрын олардың әрбіреуінің өзінің бір функциясы бар да Аргентинада. Мен таңғаламын, Аргентинада бір ұнайтын да, ұнамайтын да тұсы, ол мысалы әлемдік футболдың тенденциясы өзгеріп жатыр. Біреулер қорғаныс ойнайтын команда болып жатыр, біреуі шабуылдағысы келеді, біреуі андай. Бірақ Аргентина өзгермейді. Дәл сол қалпында әлем чемпионатын, өткен әлем чемпионатты қалай ойнады, дәл солай шықты. Мысалы, вингерларын қарасаңдар да, вингерларда жоқ қой. Депаул вингер болып жүр мысалы. Мына жақта кім еді? Альмеда. Сол бар, мысалы. Соншалықты шабуылдайтын бір не көріп тұрған жоқпын да Аргентина. Просто оларда химия бар да. Мессидің маңайында химия бар. Және Австриямен ойын ғой негізі болғанда. Сол ойында Австрия мықты қарсылас болып Аргентина сөзсіз. Бірақ сонда да Австрияңдай қорғанған кезде компактта қорғанады екен да былай. Былай ішке былай қорғанған кезде. Бірақ Месси сол бірінші голда көргендеріндей қандай сәтте пас беріп үлгерді ана жаққа. Сол сәт қана қатты матчтың мәселесін шешіп кетті. Сол кезде анау жалпы Месси бүйтіп пас берді, пас бергеннен кейін жаяу кетіп бара жатыр да, неге қарай, қақпаға қарай. И ана жақта жүгіріп бара жатыр, и пас берген кезде анау сезеді ғой, чуйкасы бар да, кәдімгідей. Резкий, андай несі қосылып кетеді ғой. Ол голды аян сен көрген шығарсың? Көрген жоқпын. В общем, әңгіме мынандай ғой, Месси просто достарын жинап алды да. И солармен бірге футбол ойнап жүр. Олай да болады, бірақ олай ойнап та жеңсең, қандай проблема бар егер? Просто сен осы достарың өзі жеңуге лайықты болса. Бір байқаған, мысалы Аргентинада барлығы Мессиға ойнайды, бірақ ол жерде андай Мессиге сенеді. Вот. Ал Португалияда андай ничего плохого в этом нету. Комменттер бар да, что бәрі Роналдо ойнайды, андай тренердің айтуымен. Амалдың жоқтығынан деген сияқты. Но в матче с Кабо-Верде у него еще 20 касаний было, ничего, за весь матч. Жоқ, сол ғой, мысалы, Португалияның ойыншылары мен Аргентинаның ойыншыларын салыстырасың ғой. Португалияда Шумиха көпті. Жаңағы ойыншылардың арасында, яғни Роналду легенда, не легенда деген сияқты. Месси просто чемпионат мирін алып кетті ғой уже. Жоқ, еще әйелдер араласқан ғой. Жоқ, Португалияда неге ондай Шумиха көп болады? Потому что Аргентинада олар сияқты звезда ойыншылар жоқ, если честно, шындап қарасаңшы. Мессиден басқа ешкім жоқ ол жерде. Шу көтеретін, егосы семіріп кететін. Шу көтерілді. Ал Португалияда ойла сен, Португалияда Элчин 2 жыл қатарынан жеңіп алған ойыншылар бар. АПЛ-дың ең басты ассистенті бар, рекордын жаңартып отқан. Олардың да ойлайды ғой, нағып бізге бөлінетін внимание уже біз соған не дейді, лайықпыз, біз сондай деңгейде заслужил, неғып біз әлі күнге дейін осы Роналдуға береміз. А біз ладно береміз, бірақ ол салмайды ол нәрсені деген сияқты. Содан шу шығады оларда. С Месси тоже проблема была. Они 2 раза подряд в Копа Америки в финале проиграли. Ол кезде Месси вообще из сборной кетіп қалам деп әңгіме. Сборныйдан кетіп қалам деді, бірақ ол ойыншылардың арасында шу шыққан жоқ қой. Ол жанкүйерлермен қысымға шыдай алмайтын. Ойыншылардың арасында неизвестно, у Португалии такие же проблемы или нет? Ондай емес қой. Ну давайте енді Аргентина осы екі ойынын көрдік, сендер
фавориттердің қатарына қосасыңдар ма? Аргентина шынайы ойынын көре алдық па, біз әлі көрген жоқпыз ба? Или Аян, сен әлі күнге дейін андай бір мықты составпен кезіккен кезде бұлардың әкесін танытады деп ойлайсың ба? Сөйтіп ойлаймын, негізі өз ойым. негізі жаңағы Аргентина мен Португалия 1-4 финалында кездесуі мүмкін. Сол қызық Ол үшін Португалия жеңу керек келесі ойында. Иә, келесі ойында бірінші орынмен шықса, Аргентина да бірінші орынмен шықса, Айтпақшы. 1-4 финалда шығуы мүмкін. Бірақ та ол жерде Португалияға келесі, мысалы 1-8-де Бельгия түсіп қалуы мүмкін. Бірақ биылғы Бельгияны мен Португалияға конкурент болады деп ойламаймын. Бельгия бірінші топтан шығып алсын. Иә, ол қанша 2-2 ма ода? Иә. У Бельгии 2 ничьи. Там еще Египет, который победил, да? Менің ойымша Египет бірінші орынмен шығады, Вот. ал Бельгия екінші орынмен сияқты. Ну, как бы то ни было, если бы даже Бельгия или Египет, даже если Иран выйдет, все равно Португалия өту керек қой команданы. Иә, нағыз ойын 1-4-те. Былай қарасаң, ойлашы, 48 команда болып кетудің жаман жері де осы. Біз даже 16-та 32 командадан да жақсы ойын көрмейміз негізі, шындап келсеңші. 32 команданың ішінде де бір топтық ойындар аз болады. Яғни біз бір ай әлем чемпионатын көрдік та, былай қарасаң, бірақ осыған дейінгі әлем чемпионатын енді басталатын тұсына келіп жатырмыз да. Біз енді нормальный ойын көру үшін тағы да осы ойынды бір 10-15 күн тағы көреміз. Содан кейін барып 16 команда қалған кезде вот нақты шайқастар басылады, топтық кезеңнің ойындары әдемі болады. Негізі бір жағынан, если так смотреть, вот третий тур же сейчас начнется. Это уже на вылет қой ойындар былай қарасаң, иә? Уже по сути 1-32 қазір басталады. Иә. Әлем чемпионаты енді басталады. Иә, енді басталады. Әлем чемпионатын енді көріп басаймыз. Біздің енді подкасттарымыз осыдан кейін қызып қалады. Иә, енді соңғы турда бір топтың ойындары бір уақытта басталады. Негізі өйткені командалар әдейі жеңіліп қалуы мүмкін. Сондай заттарды болдырмас үшін әдейі бір уақытта бастайды. Өте жақсы. Онда чтоб типа жаңа сеткадан сеткаға секіріп кетпеу үшін деген сияқты. Бізге екінші орыннан шыққан ыңғайлы дейді да. Екі команда друг с другом ничья ойнай салады деген сияқты. Тренерлер флешкор ашып отырып ойнайтын шығар. Так, Месси сейчас лучший бомбардир, потом второе место Клоза стоит, и үшіншісінде Мбаппе тұрмайды. Мбаппе тұр, иә. Мысалы қазір 48 команданың бір плюсы ойыншыларда көп ойын бар, яғни көп гол соғатын мүмкіндік бар. Бұл вообще плюс па ол? Ну, рекорд жаңарту бойынша плюс деп ойлаймын, енді көп гол. Енді былай қарасаң ойлаш, Мессилар еңбектеніп жүріп, 32 командамен ойнап жүріп, бір нәрсе қылып 14-15 голын жинады да. А қазір 48 команда келеді, ішінде Кирасау бар, Өзбекстан бар, тағы кім бар, құдай, жаңадан келген командалар бар. Қазақстан қосылады. Біздің Қазақстан қосылады, сосын менің ойымша бұл рекордтар андай алдағы чемпионаттарда әшейін жаңара береді сияқты ғой. Тез. В общем, мен бір статистиканы қарадым да. Там сравнивали Клоза, Мбаппе и Мессиның. Кому они, чьи голы были легче забивались, в общем. Самые легкие голы у Месси были, ребят. Самые тяжелые у Мбаппе. Роналдуға жедік. Роналду там не было, вот эти... Конечно, болмайды ол жерде, ода 8-ақ. Мен Роналдуны айтып тұрған жоқпын, осы үшін айтып отырмын. Даже статистикаға кірмейді ондай салыстыратын жерге ше. Они просто бірінші Мен Роналду жаңа мақтадым ғой сен үшін, ё-моё. Месси осы әлем чемпионатында көп пенальти қисық теуіпті. Негізі, жалпы я. Сондай статистика бар екен. Я говорю по средней силе соперников, в общем. Мбаппе бірінші орында тұр екен, да? Иә, негізі осы әлем чемпионатында да мен Мбаппе Мессидің рекордын бұзады деп ойлаймын. Осы чемпионат. Бірақ жаңа сияқты сеткаларына қарасаң, может, егер бір сенсация болып ұшып кету ықтималығы да бар олардың. Қарсыластары Францияның қарсыластары мықты болады. Иә, мысалы Франциямен қателеспесем Германия түсуі мүмкін. Иә, 1-16-та ма? Иә, 1-16 кезінде кезіп қалуы мүмкін олар. Аргентинада ең оңай сетка деп ойлаймын өзім. Сол үшін де олар біразға барады. Мен ойымша финалға дейін де жетіп қалуы мүмкін. Мен басында айттым ғой, бірінші не басталған кезде барлығы жаңа еуропалық командаларды, соларды қосып отырды. Жаңа как обычно, Португалия, Франция, жаңағы Испания, соларды даже букмекерлардың өзі соларды фаворит ретінде қосты да, ал мен айттым да, жоқ, жіктер болмайды, но мына жерде мен тыңдандар, Аргентина көресіңдер ертең тағы бір нәрсе ойлап табады деп. Аргентина маған ұнайтыны, сосын
мен олардан андай ешқандай бір белгілі бір тактика бір нәрсе ондай нәрсе қатты көрмеймін да. Былай қарап отырсаң бір мысалы Нагельсман сияқты там адаптация жасап команданы мысалы жеңіліп жатса бірден өзгертіп деген сияқты. Олар бар қандай шыққанның өзі бар ғой, кәдімгі жауынгерлер сияқты шығады да. Рухтанып шыға ма, білмеймін, сондай бір нәрселері бар. Жай анау неден шыққан кезде де Мессиді күтіп тұрады бәрі. Шыққаннан кейін анау рилс көріп қалғансың ғой енді бізде бәріміз. Қойғансың ғой рилсқа музыкамен ондай күшті шығып жатады да. Сол ойлаймын да, Аргентинаның негізгі күші ол жаңағы химия, бір-бірімен деген қарым-қатынас. Ондай қарым-қатынас ешқандай командада жоқ, және олар Мессиді сыйлайды, Мессиді құрметтейді, және Мессиді керісінше оларды құрметтейді, бағалайды. Және Мессидің осындай ұлы ойыншы болып жатқан өзі, әлем чемпионатында рекорд бұзып жатқанда өзі ол команданың еңбегі де. Ол оны бағалайды, түсінеді, сол үшін де ол ұлы болып есептелінеді деп ойлаймын. Сонымен GOAT па? Месси ма, Роналду ма? Месси. Даже дәл қазіргі ситуацияда білмеймін, Роналдумен салыстыруға болмайды. Не, салыстыруға болмайды. То, что он сделал Месси для футбола, это никто так не делал. Бірақ енді Роналдудың теңесетін соңғы мүмкіндігі жар осы жылы. Егер әлем чемпионаты болса, екеуін 100% тең деп есептеуге болады деп ойлаймын. Ладно. Можно я? Тағы бір матч талқылап өтейік. Франция мен Ирак ойыны және Норвегия мен Сенегал 3-2 болды, иә. Өте қызық ойын болды деп ойлаймын. Екеуі бір топта. Енді келесі турда Франция мен Норвегия ойнайды. Екеуінде де 6-6 ұпайдан бірінші орынға талас. Бірақ та Холланд интервью бергенде ол былай айтыпты: Франция өте мықты, біз ұтылып қалатын шығармыз. Тіпті Франция чемпион болуы мүмкін деп ойлады. Өзінің стилінде дейсің. Өзінің, яғни ол humble дейді, stay humble деп көп Арсенал айтатын. Яғни андай мақтанбай, өзі скромный бол дейді ғой. Арсенал оны орнына қойған ғой, білесің бе? Сол үшін де ол айтпайды сөйтіп. Вообще осы мен өткенде шығарылымда да айттым, Норвегия деген масқара оларшы. Норвегияның қазіргі командасы, олар да жаңағы сияқты өте компактный ойнап жатыр. Олар да сол командный духпен ойнап жатыр көбірек. Жаңағы Аргентинаның ойынына ұқсайтын шығар, может, бір адамға ойнау, барлы бір мақсатта жүру деген сияқты. Сосын олардың маркетингі де күшті жүріп жатыр, жаңағы рух дедің ба? Вот өте күшті. Ру ма? Бір нәрсе. Ру дей ма? Қайықтың несі ғой? Франция 3-0, Ирак бұл жерде ешқандай борьба болмады. Қарсылық көрсете алмады. Мбаппе дубль. Тіпті одан да көп гол салатын мүмкіндіктері болды. Енді Мбаппенің Францияға келгенде ойыны басқаша, иә, былай. Әрқашан өзінің командасын сүйрей алады, лидерлік қабілеттерін көрсете алады. Және Олисе, Дембеле арасында бір-бірінде жақсы химиялары бар негізі. Олисе мен Мбаппенің ойыны қазір шынымен де күшті. Екеуі осы әлем чемпионатында жалпы мен ойынның барысында көре келе тағы да Франция, Аргентина финал болып қала ма деген сияқты сондай ой келіп жатыр да қайтадан. Англия екі сеткаға түседі. Англия Аргентинаның басты қарсыласы болып тұр. Мына жақта Францияның қазіргі кездегі енді ойын осы екінші турдан кейін ойын қарайтын болсаң, оларда Германия. Мінсіз болып тұр да ойыны. Германияны жеңсе, енді олар да біразға барады. Мына жақта егер олар Англиядан өте алатын болса, біразға барады деген сияқты. Екеуінде де бір басты бір қарсыласы бар. Енді Францияның ойына байланысты оларда қандай жаңағы Аргентина сияқты біз олардың ойынын бағалай аламыз ба уже? Мен бірінші турдан бастап түсінікті болды ғой. Басында, Францияда бір белгілі бір кезеңдер болды әлем чемпионатынан кейін, өткен әлем чемпионатынан кейін, іріктеу ойындарында белгілі бір проблемалар болды. Францияның ойындары түсініксіз болды. Көбісі ойлады Франция осы жылғы әлем чемпионатында ештеңе өзгерте алмайды деген сияқты, және Дешамның орнына жаңа бір бапкер керек деген сияқты бір шумдар болды, өйткені ешқандай жаңаша бір нәрсе жоқ деген сияқты әңгімелер көп болды. Бірақ әлем чемпионатын көріп отқандарыңыздай Францияның тағы да сол өткен әлем чемпионатында жеңгендей, финалға жеткендей Франция сол ойынды қайтадан көрсетіп жатыр да. Францияның ұнайтын физика деген мықты. Вообще мен таңғалып жатқаным, ойлашы, Францияның прайм болып жатқанына да почти 10 жыл болып қалыпты ғой. Нағып бітпейтін прайм оларда. 2018-ден мысалы чемпионатпен қарайтын болсаң, үшінші чемпионат мира қатарынан оларда прям прайм команда келе жатыр. Франция тіпті 3
состав шығарылады ғой мықты ойыншылармен. яғни Өте оларда мықты. жыл сайын мынандай 2018-ден бері таланттар қосылып жатыр үстіне. И анау Погбалар кетті, Гризмандар кетті, бірақ оларды ешқандай жоқтатып жатқан жоқ. Жаңадан келіп жатқан қыз жігіттер сразу жауып кетіп жатыр олар. Ал үшінші турда Франция мен Норвегия кездеседі. Осы ойында негізі бір-екі момент бар. Мысалы, Францияның бас бапкері қатыспайды, өйткені Дешамның анасы қайтыс болып, ол Францияға қайтып кетіпті. Және бұл жерде Норвегия өте мықты ойын көрсетіп жатыр. Менің ойымша бұл жерде Францияға жақсы ойын көрсете алады. Және бұл жерде тіпті тең ойнауы мүмкін. Олар вот екеуінің ойында жаңағы сеткаға ойнап кету деген сияқты не болады деп ойламайсың ба? Франция мына жаққа қарай секіргісі келіп дегендей. Мүмкін ол да. Жеңіле салу. Просто жеңіле салу деген сияқты. Не, Еш ондай терең нәрсе- Не настолько ол. Бірақ Францияға ондай нәрсе Репутационный сенемін. матч қой, репутацияға. Франция ол әрқашан андай берілмейді де, ұтқысы келеді деп ойлаймын. Қандай матч болсын, тіпті қиын қарсыласқа түссе де ұта береді деп ойлаймын. Франция жеңеді менің ойымша бұл матчта. Енді білмеймін, Францияны тоқтататын команда көріп тұрған жоқпын. Францияны тоқтататын Аргентина ғана тоқтатады деп ойлаймын әлі. Францияны допсыз қалдыратын Испания бар ғой. Вот Испанияға енді давайте сразу Испания ойынына өте шығайық. Осы жерден ше. Саудовский Аравиямен ойын. Сауд Аравиямен болған ойын. Вот осы Өзбекстан мен Португалдың ойынына параллель ретінде қарастыруға болады деп ойлаймын. Иә. Екеуі де өткен турда өздерін көрсете алған жоқ. Екеуінде біз қатты, біз емес, бүкіл адам мақтады, осы жолы әлем чемпионатындағы ең басты фавориттар деп. Келеді да сразу бірінші ойындарда что-то сразу андай ойындар көрсеткен жоқ. Сол үшін екеуі де өте қатты ашумен келді. Келесі ойында что доказать ету үшін өздерін. Сауд Арабиясымен қарсы ойын дәл сондай болды деп ойлаймын. Енді голдарға байланысты. Екеуінде де жаттықтырушы өздерінің қателіктерін түсініп, құрамды өзгертіп шамалы сондай бір қызық сәттер болды. Және Испанияның өткен ойында неге көп гол сала алмағаны, не істегені, ол екі жақтағы вингердің проблемасы Испанияда болды да. Сол себепті де осы жолы жаттықтырушы өзінің қателігін түсініп, екі жаққа Негізгі ойыншыларын шығарып. негізгі маңызды ойыншыларын шығарып, кішкене Сауд Арабиясының автобусын созып, орта жақтан кеңістік тауып гол соғып кеткені кішкене үлкен плюс болды. Португалияда да дәл сондай болды ғой енді. Ямал бірінші голын соқты әлем чемпионатындағы. Иә. Бірақ та оны бірінші таймнан кейін ауыстырып тастады. Оны келесі ойындарға сақтағысы келді деген комментариялар жүр. Бірақ та ол жарақатынан толық аяқпады деп Дәл айтып сондай жатыр. жағдай болып отыр. Ол бірінші ойынға шықпауының да бас себебі сол Ямалдың жарақаты. Қазір екінші ойынға шығармайын десе, оған репутация жағынан өзіне тренерге уже хит кетіп қалу ықтималдығы жоғары. Өйткені бірінші ойында жеңген жоқ. Өте оңай қарсыласпен тең ойнап қалғаннан кейін екінші ойында оған жеңу және өте ірі есеппен жеңу деген алдында мақсат тұрды да, сол үшін сәл рисковать етіп Ямалды шығарды. Ол жасайтын жасап берді, салатын салды, пас беретін берді. Сонымен не дейміз енді, Делафонтенің көңілі орнына түскеннен кейін жарайды, енді қалған кезде демала бер деген сияқты позицияға өтті. Испания фаворит па осы чемпионат мираға? Әлі де дәл солай. Мен Испанияға қатысты көзқарасым әлі де фаворит деп ойлаймын. Ол енді топ 1 деп топ 5-ке кіреді. Дәл қазіргі жағдайдағы осы 48 команданың ішінде топ 5 құрама қатарында бар фавориттердің ішінде. Бәріне Ферран Торресті аяқ біттін бар ғой. Әлі салмады ма? Әлі салмады ма? Аузынан анау мимикасын оққандардың өтінем гол болшы деп андай жалып Видео тұрған көрдім жерші. мен. Ферран Торрестің атасынан интервью алыпты да. Иә. Сол интервьюда Ферран Торрес бүгін гол соға ма десе, жоқ, соқпайды. Ол ойнай алмайды дейді. Ана Ол өзінің Левантеда ойнаған дұрыс еді. өзінің атасы басты хейтер екен да ананшы. Ол вообще ойнай алмайды ғой дейді да, ол Барселонада нағып жүр деп ше, андай керек емес ол жерде жүріп оның деп. Уругвай мен Кабо-Вердені айтыңдаршы. Потому что Уругвай сам себе очень сильно усложнил, вообще все усложнил. Екі ничья бар ма? Енді ойының бәрі Кабо-Вердінің қолында ғой. Если они Саудовскую Аравию выигрывают, потому что Уругвай вряд ли победит Испанию. Даже вряд ли, что они в ничью сыграют. Просто Испанияға да маңызды ойын болып тұр, анау Уругваймен ойнайды ғой. Вот, тем более, если Кабо-Верде в свою игру или в ничью играет, или побеждает, они выходят, получается, из группы. Екінші орыннан еще. Ойлаш.
Иә, Вот сонда Кабо басты Верде- сенсация сол болып кетеді ғой ол кезде. сенсациялар Әлем жасап чемпионы. Кабо Верде ең осы құрамдардың әлсіз құрамдардың ішіндегі ең стабильный сондай болып тұр да. Бразилия. Ойлайсыз, топ өзінің тобындағы топ 2 командамен қатар тең ойнап отыр. Иә. Енді үшінші қарсыласы енді Плюс-минус өзінің уровень Иә, командасы иә, ғой. сәл жақынырақ көзіне деген сияқты. Ну, Уругвай провалил, да? Чемпионат мира. Уругвай болды ол, бірақ оларда енді басқа. әлі де шығу мүмкіндігі бар. Тіпті үшінші орыннан шығуы мүмкін Уругвай. Ұпай Үшінші орыннан, иә. жетеді сияқты. Енді так, Германияның ойынына байланысты, сосын Нидерланд пен Швецияның ойынына байланысты қысқаша ойлар. Англия бар еще. Нидерландының Швецияның ойыны енді что там творил вратарь, вообще түсінбедім мен. Сен күткендей болды ма негізі, сен дәл сондай ойын күттің ба Швеция мен Вообще Нидерланд? нет, Швеция бір нәрсе істейтін шығар деп ойладым, бірақ каждый гол, который залетал в ворота Швеции, вратарь уже доп воротаға кіргеннен кейін секіріп бастады ма, сондай бір нәрсе болды. Олар өздері де күтпей қалған сияқты, но Нидерландтың осыншалықты қатты ойнап кететін ше қарқынмен. Еще Броби бар, Гакпо бар. Екеуі де дубль істеді ғой айтпақшы ол матчта. Ливерпуль фандары шок. Өйткені Гакпо Ливерпульда олай ойнамайды деп жатыр да. Гакпоға не болды деп жатыр ма бәрі шетінен? Нидерландыда негізі бұрын андай проблема болатын. Оларда андай таза бір шабуылшы жоқ та. Көбіне, ну, бұрын болды анау кім Де болсын? Йонг Ван болды, Перси болды. Ван Перси содан бері ешқандай да бір андай футболшы ол орнында там Гакпо ойнады, сосын Депай ойнады. Әрдайым осы бір проблема болатын. Өткен матчта вот Роби соның орнын жапқан сияқты болды, кәдімгідей көрінді. Және менің ойымша Нидерланд андай кішкене самая сбалансированная команда среди всех топов. Ол дәл сондай қанша жыл уже олар осы деңгейде түсіп жатыр. Защитниктары, қорғаныстағы орталығы және шабуыл вингерлер болсын, барлығы Де Йонгтан бастап ойын қарасаңыздар, кәдімгідей Швеция жай ғана қарсылас емес қой, ана жерде Нидерланды кәдімгідей жеп тастады ғой. Негізі Нидерланды фавориттерге жататын команда деп есептеймін. Өйткені көптеген командалар, көп адамдар оларды бағаламайды. Ал Нидерланды 2010 жылдың финалынан бастап па, әлі андай негізгі уақытта ұтылмапты. Осындай. Сондықтан да тіпті осы жылы составы да өте жақсы сияқты, ойыны да жүріп тұр. Тіпті енді осы жартылай финалға дейін жетуге көптеген мүмкіндігі бар. Тіпті енді соңғы 3-ші турда бірінші орыннан шығады деп ойлаймын. Өйткені Япония кіммен ойнайды, Швециямен ойнайды. Енді гол арасы бойынша Нидерланды бірінші орынмен шығатын сияқты. Знаете, следующий матч Ирана с Египтом, это матч в честь ЛГБТ ма, сондай бір нәрсе, көрдіңдер ма оны? В Сиэтле будет типа парад в честь этого, и Иран, капитан Ирана и капитан Египта должны с повязкой выходить вот этой вот, типа радужной. Осы ойыннан кейін олар Америкада қаламыз деп айтады шығар. Примерно по убежище алатын матч. Мысалы, осы 3 алаң иелері, Мексика, США, Канада үшеуі де негізі топтан шығайын деп тұр. Бұл енді алаң иелері үшін өте сирек, негізі көптеген әлем чемпионатын қабылдайтын елдер. Негізі соңғы орын сондай алып қалатын, бірақ та осы жылы өте жақсы ойын көрсетіп жатыр. Соған мен өте қуаныштымын. США полуфиналға дейін жете ала ма? Негізі өте мықты команда, бірақ Ресей біраз жерге орды. Очень сүйреді оны. Ну, иә, США бірақ очень хорошо играет. Ресей соңғы жақсы ойын көрсетті. 18-е? Негізі Ресейдің болған қалайым болсын неде бар ғой. Қанша жерден андай не болсын, соғыс, бүкіл анау мынау деген сияқты әңгімелер болсын. Бірақ мен өзім осы орталық Азияда болғаннан кейін, және біздің ол жақын көрші болғаннан кейін, жақын демей ақ қояйын, енді көрші болғаннан кейін Ресейдің ойындарын қарап өскеннен кейін мен ойымша әділетсіз деп ойлаймын. Ресейдің осы әлем чемпионатының жалпы іріктеуіне қатыспауы, оған қоса қарайсың да, мысалы Израильге қатысуға болады, басқа осындай Ресей сияқты егер саяси нәрсені қосатын болсақ, мысалы Америка көп елдермен қарсыласты, мысалы Иран болсын, оларды неге алып тастамайды, неге Израильді алып тастамайды, олар да дәл сондай не жасап жатыр да, бірақ Ресейдің болмауы менің ойымша әділетсіз. Және егер FIFA там мәдениетті дамытамыз, елді көбейтеміз, анау мынау деген әңгіме болғанын қалап тұрса, менің ойымша саяси мәселелерді олар қоспау керек, және спортқа, тек қана спортқа мән беру керек.
Англия ойынында кеше Ганамен 0-0 болды. Сол ойында мысалы вот өте күшті. иә Беллингем аузын былай жауып сөйлейді екен да сол моментте, бірақ төрешілер ешкім байқамай қалыпты. Жоқ, ол өзінің командаласына жауап сөйледі ма? Жоқ, қарсыласқа. Ал жаңағы Парагваймен ойында қызыл қағаз берген. Мысалы Англияға көп адамдар фанаттар жазады. FIFA-ның соңғы жамандық. Сосын анау Англияға қарсы ойында ганалық ненің бақсыныкін оқыдыңдар ма? Иә. Енді Криштиану Роналдуды осының алдында не істегем, дуалағам. Ол травма болып қалыпты, ошо кейін ғада дәл сондай дүние жасаймын деді да. Кейін қалай ойнады сен? Бәрі прикол сияқты қалды, бірақ былай қарасаң бәрі де Ганамен тең болып қалды. Бізге де сол бақсыға бір барып қайту керек еді. Бақсы. Иә, сол бақсыға Қазақстан бір дуалап жүрсе, жақсы ойынына. Жоқ, жеке адамдар дуалайды деймін. Бір-екі футболшылар Құрамаларды дуаламайды ой. Біз төлейміз, бізде ақша бар, мұнай бар бізде. Давайте. Жоқ, жаңа Англиядағы FIFA-мен жалпы сондай нәрселер ұнамайды. Мысалы, Парагвайдағы ойында жаңа кім аты кім еді? Альмиронға жай ғана бүйткені үшін қызыл қағаз көрсетті. Мынау қағазы тупо ғой. Бүйтіп келдің, сөйледің, болды, все, сен расизм, там, анау-мынау деген сияқты. Ол жерде не айтып жатқаны белгісіз, Там мысалы. же это же правило, по идее. Какая разница, что ты Жоқ, енді жақында ғана кірді ғой, еще ол правило. Жоқ, сары қағаз көрсетсе түсінемін. Бірақ қызыл қағаз көрсету, менің ойымша ол. Аузың жаппай сөйлей беруге болады ғой. Ну, бұл жерде Ол уже привычка ғой. Вот, мен де дәл сол ойлаймын. Мысалы, Привычка келдің ғой. сен бүйтіп қалдың, сөйлеп Ойлады, қалдың. 20-30 жыл футбол ойнайсың сен, басынан бері осылай келесің да, кеше шыққан ереже ол. Иә. Соған еще қызыл қағаз аласың. Это же заранее неге было Беллингемге сказано. көрсетпейді қызыл қағаз? Сол Кеше- Беллингемге де Сол да көрсету керек еді. Если это правило такое, то там тоже надо Правило, было иә, показывать. правило. Оған қоса Гананың ойыншысы пенальти беру керек еді негізі. тіпті Сол сәтте де соңында Беллингем ойынның үздік ойыншы атанып кетті ғой. Қызыл қағаз алудың орнына. Және негізі пенальти беру керек еді бұл жерде. Иә, 100% болды ол жерде. Гана негізі жақсы достойно ойнады. Ол жерде өйткені Томас Парти деген Арсеналдың ойыншысы бар. Бұрын сотталған жоқ па не әлі? Ол матч Канадада Англияның болды ғой. ойыншылары амандаспай өтіп кетті ғой. Онымен ба? Басында. Бәрі амандасып, кім Райс қана құшақтап. В общем, сондай бір қызық сәттер болды. Томас Парти айтпақшы, сол жаңа неге оны күдікті ретінде. Ол футболдан бірдеңе болып жатқан жоқ па еді, шектеліп сотталайын деп жатыр 6-7 жылға. Иә, сондай субстар Әлі бар, бірақ қайтадан ойынға келді ғой деймін. ойнап жүр. Ешқандай не жоқ. Холланд алтын бутсыйды ұтады осы әлем чемпионатында. Холланд ұшып кетеді ғой. Ұшқанға дейін ұтады ол. Мен сенбеймін. Ондайлар таңдамаңдарсайшы, нені таңдаңдар, Мбаппені таңдаңдар, білмеймін. Жоқ, вот прикол в том, реально осы сетка басталған кезде күшті командалардың бір-екеуі просто ұшып кетеді. Жоқ, иә, Турция сияқты ғой. қиын, қарсылас қиын болады бұл жерде. Айтсайшы, Роналду ұтады деп. И Роналду ұтпайды ол. Мен не то чтобы я большой фанат Роналду, я просто не люблю Месси. Вот мен наоборот Месси ұтады деп ойлаймын реально. Мессиде көбірек шанс бар. Қазір былай қарасаң, Холланд болсын, Мбаппе болсын, кейін қосуға болады шығар осы. Дәл қазіргі 4 ойыншы, который алтын бутсыйды алуға ықтималдығы жоғары. Соның ішіндегі ең жоғары болып тұрған Месси. Потому что вот жаңағы сияқты бүкіл команда болып барлығы бірге Мессиға ойнап жатыр. Қазіргі Аргентина соққан 5 голын да Месси салып жатыр. Мен ойымша бұл 5-пен тоқтап қалмайды ол. Келесі ойында да салады. Келесі ойын еще Как минимум бір 3 гол бар сияқты әлі бір Мессидің қалтасында. Реалист болсақ, Месси мен Мбаппен екеуінің біреуі. Мен де сол Мбаппе деп ойлаймын. Месси деп айтпай ақ қояйын. Либо Кейн болады, либо Мбаппе болады. Осы Кейн де осы сезон ойнады ғой. Біраз гол салып тастады ғой. Оны жалғастырсын дальше. Все, давайте онда келесі турды күтеміз. Тағы да қызық ойындар болса талқылаймыз. Тағы да осы жерде кезгеміз. Сіздер каналға жазылыңыздар, жақсы пікірлер қалдырыңыздар. Өзбек өкілдер сіздер де қалдырыңыздар. Бізді жамандасаңыздар болады, мақтасаңыздар болады. Негізі сіздердің өткендеріңізді қалаймыз. Ары қарай өте берсеңіздер біздің комментарийда көбейеді. Қаралымда өседі. Егер үшінші неден кейін өзбек акалар болмай қалса онда. Біз тағы да Криштиану Роналду мен Мессиді жамандап бір выпуск түсіреміз, сонымен аяқтайтын шығармыз.